Мынау біздің жер. Сіз бен біз осында өмір сүреміз. Біздің барлық туысқандарымыз, барлық нәрселер осында болып жатыр. Бірақ әлеммен біздің жерді алатын болсақ, жер шаңның тозаңында да татымай қалады. Мысалға, жер мен айдың арақашықтығын алайық. Сіз айды жерге өте жақын деп ойлайтын шығарсыз, өйткені айлы түнде ай өте жарық әрі үлкен болып тұрады. Бірақ олай емес. Жер мен айдың арасы 384.400 км. Бұндай қашықтыққа 30 жер планетасы сыйып кетеді. Егер жерден айға 100 км/сағатпен барғыңыз келсе, машинамен 160 күн уақытыңызды жұмсайсыз. Бұндай қашықтыққа қарамастан өткен ғасырдың 60-70 жылдары американдық 12 адам айда болып қайтқан. Мынау айдан жерді қарағандағы көрініс. Және айдан жерге ақпарат 1,25 секундта жетеді. Өйткені өздеріңіз білетіндей радиосигналдар да жарық жылдамдығындай жылдамдыққа ие. Ал мынау Марстағы бір марсоходтардың бірінен түсірілген фото. Ал мынау нүкте біздің жер планетасы. Білесіз бе, Марс жерден 225 миллион километр алыста. Және онда жету үшін НАСА ғарыш кемелері 2 жылға жуық уақытын жұмсайды. Яғни жай ғана Марсқа жету үшін 2 жыл ғарыш кеңістігінде болады. Одан да алысырақ Voyager кемелерін алайық. Voyager 1 мен 2 әзірге жерден ең алыстағы жасанды аппараттар. Ол жерден 1,38 астрономиялық юнит қашықтықта. Астрономиялық юнит дегеніміз жер мен күннің арақашықтығы, ал Voyager болса 1,38 есе алыста. Voyager'лердің көптеген суреттерінің ішінде мына суретті атап өту керек. Бұл жерден ештеңе көрмей тұрған боларсыз, бірақ мына бір кішкентай нүкте біз тұрып жатқан үйіміз. Бұл жерде біз өмір сүрудеміз. Қазір өмір сүріп жатқан 7 миллиард адам, әрбір президент, әрбір соғыс, әрбір кедейшілік, әрбір кризис, әрбір өлім, әрбір дүниеге келіп жатқан адам, әрбір үлкен конференциялар, әрбір ұлы ғалымдар, әрбір ұлы адамдар, әрбір туысқандарыңыз, әрбір досыңыз дәл осы кішкентай ғана нүктеде. Дегенмен де Voyager әлі де келеу паузадағы бұлттан әрі салмауда, өте үлкен арақашықтық. Күн жүйесінен алыстай берсек, біз өзіміздің көршілерімізді көреміз, яғни көрші жұлдызды жүйелерді. Бұл жүйелердің әрқайсысында кемінде 4-5 планетадан бар. Ал мынау Центавр Альфасы атты бізге ең жақын жұлдыздардың бірі. Ең жақын болса да бізден ол 4,24 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Ал бір жарық жылында 9-да 461 триллион километр бар. Егер Voyager дәл осындай жылдамдықпен жүре берсе, ол жұлдызға жету үшін біздің уақытпен 70 мың жыл керек болады. Таңғаларлық нәрсе. Ендігі кезекте одан да алыстай берейікші. Мынау біздің қос жолы галактикасы, және мына бір кішкентай нүкте біздің радиосигналдар жете алған жерлер. Ал қалған 99,999% галактика тіпті жер планетасы туралыдан білмейді. Галактиканың бір шетінен екіншісіне дейінгі қашықтық 100 мың жарық жылынан да көп. Галактиканың күн сияқты немесе одан да жүздеген есе үлкен 100 миллиард жұлдыз бар. Олардың әрқайсысындағы планеталар бар. Бұл біздің галактикамыздың үлкендігін көрсетеді. Айлы аспанда сіз галактикамыздың тек 0,1% жұлдызын ғана көресіз. Бірақ одан да алысталсақ, жергілікті галактикалардың тобына кездесеміз. Арақашықтығы 10 миллион жарық жылы. Тағы да алыстасақ, Virgo суперкластерін көресіз. Бұл жерде жүздеген жергілікті галактикалар тобы орналасқан. Ал әрбір галактикалар тобында мыңдаған галактикалар бар. Virgo суперкластерінің бір шетінен екінші шетіне дейінгі арақашықтық 110 миллион жарық жылы. Бірақ одан да алыстасақ, Ланиакия суперкластерін көресіз. Бір шетінен екінші шетіне дейінгі қашықтық 520 миллион жарық жылы. Бірақ Ланиакия суперкластері біз, яғни ғалымдар зерттеген әлемнің қасында кішкентаяқ. Бұл жерде мүмкін триллиондаған галактикалар бар. Бір жағынан екінші жағына дейінгі қашықтық 46 миллиард 500 миллион жарық жылы. Бірақ біз зерттеген әлемнің артында да шексіз галактикалар мен жұлдыздар бар. Бірақ оның ар жағындағы жарық бізге жете қоймады. Сонымен өзіңіздің қаншалықты кішкентай екеніңізді сезінген боларсыз. Бірақ қаншалықты шаңның тозаңы сияқты болсақ та, адамдар әлемді зерттеуін тоғармайды. Өйткені мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Ал сіз өзіңіздің кішкентай саусағыңыз арқылы видеоға лайк қойып жіберіңіз. Арнаны енді көріп жатсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Өйткені бұдан да қызықты видеолардың әлі талайы шығатын болады.